There's a dream in my soul, and I won't let it go. You know that they try to keep me down, but I just get higher. They try to keep me down, but I just get higher. They try to keep me down, but I just get higher. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің Аманжолов университетінің ұйымдастыруымен киберспорт турнирінің бірінші күні басталған болатын. Менімен бірге комментатор Мерей и Алмаз. Всем здравствуйте! Сегодня у нас будет первый день турнира по дисциплине PUBG Mobile. Сегодня у нас будут играть все 25 команд. Удачи! Удачи! Дегенмен де бүгін 25 командамыз 4 картаны ойнайтын болады. Ол яғни Мирамар, Санук, Викенди және де ең соңғы Эрангел картасын ойнайтын болады. Ал дәл қазір үлкен алғыс айта кететін болсақ, біздің университетіміздің ректоры Төлеген Мұхтар Әділбекұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл киберспорт дисциплинасын қолдау көрсеткен үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал дәл қазір командаларымызбен танысып болыңыздар.
если вы уже познакомились с командами, то пора приступать. Первая карта у нас Эрангель и удачи команд. Sertlik Berge. Приятного просмотра. Сонымен достар, біздің турнирдің бірінші кезеңі карта Эрангель, қарсыласы бәріне сәттілік тілейміз. Ал көреміз. Добрый день. Доброго всем дня. Удачи всем участникам. Пусть победит сильнейший. Иә, қазір көреміз. Самолеттің көреміз. Жер жоқ, Эрангель уже бірінші команда. Бұл кезде Евгений Кундерс, Докторча секілді. Картаны ашып Что ж, Пока я не знаю, менің ойымша командалар бәрі күшті ойнайды дейді. Көреміз, көре жатырмыз. Бұл PUBG абай болған соң шанс бәріне бірдей. Кубес командасы. Ойыншысы өз жалғыз жүр, тобынан бөлініп кетті, біздің де екінші тобы қайда жүр екен. Яғни бұл енді былай ойлап қарасақ, командадан скорее всего, удовольствие своя тактика ударная. Хотелось бы отметить очень хорошие
Отвечаю. Магнишка өтті. Магнишка ой, жоқ көріп қойды ғой, айналып келе жатыр. Да, все. Да, начали стрельбу. Все, они вперед. Ой, Магнишка, идет. Третьего. Сможет или нет? Магнишка, ну давай, где этот? Магнишка, Ератин, қайда жүрсің? Мықты, Ератин, қайда жүрсің? Магнишка, мықты, Ератин. Көмектесеші командаға не істеп жүрсің? Магнишка, екеуін қуат мына жерде. Потому что Ой, все, Магнишка жауап жатыр. Ератин өте дұрыс шешім қабылдаған. Үй ішінде тұрғандығына қарап және мына команда жауап салдылар. Да. Кстати, Майкл аға. все, они вышли на открытую местность. Тоже один остался. Команды Тамер. Тим Крим на Тамер командасы. Хорошо, қазір артында Все, Тим Крим начинает набирать обороты, потому что в начале игры они вообще так, игрок алдарыңызда Луизион командасының сервисі жалғыз командасының ауыр қарауында
Упал, последний. Дәл өздеріңіз көріп өткендей, және алдарыңызда футболисты командасы топ-1 алған болатын. Біз әлі санап үлгерген жоқпыз, но көп фраг жасады. Жақсы бір өнер көрсеткен болатын. Және де сонымен қатар қаншама командалар жақсы өнер көрсетті. Дегенмен де бір кішкене кешірім сұраймыз. Бізде техникалық ақаулар болып, бізде немножко карталар не прогрузилось дейді ғой, орысша айтқанда. Онша жүктеле алған жоқ, үлгермей. Жақсы ойын болды. Да, и насколько я помню, команда футболистов сделала 13 фрагов и участвовало около 95 игроков. Игра была очень хорошая, но надеемся, что следующие карты будут намного интенсивнее, чтобы другие команды тоже подключились к игре, потому что некоторые команды мы даже не замечали. Дегенмен де жақсы өнер көрсетті. Ал дәл алдарыңызда статистиканы көріп өтіңіздер. Құрметті достар, дәл алдарыңызда біздің турниріміздің екінші кезеңі, яғни Санук картасы. Дәл солай біздің 25 командамыздың 100 ойыншысы қатысады. И, скорее всего, мне кажется, на этот раз футболисты опять-таки покажут хорошую игру, потому что они уже набрались, так сказать, уверенности и будут... Да, они уже знают, как играют другие игроки, и, скорее всего, проанализировали, потому что был перерыв 15 минут, около 15, и теперь, думаю, игра будет намного зрелищнее. Ал енді назарларыңызға екінші карта, екінші кезең Санук картасы 25 команда бастаймыз.
Почему он не может вместе? Вот самое странное. Заметьте, почему он не сбой? Балданчик из команды Golden Dragon.
Все, минус один. Хотя бы дым жіберіп бір нәрсе істеуге болар еді деп ойлаймын енді, бірақ ондай ситуацияда не істерін білмеймін, даже өзім алдында Все, минус один. Ай,
Дәл өздеріңіз көргендеріңіздей футболисты командасы тағы бір мәрте топ-1 алған болатын. Мықты ойын көрсетіп Да, играют очень хорошо, очень красиво, не дают возможности другим командам проявить себя, давят, и у них очень хорошо в плане тактическом. Как мы заметили, они придумывают что-то, как-то всегда помогают, и у них очень высокий уровень игры по отношению к другим командам. Посмотрим, что дальше будет, но надеемся, что они будут держать эту планку. Былай қарасан, ойынды іріктеу барысында тек мықты ойыншылар ғана бізге тіркеуден өткен болатын. Орысша айтқанда это естественный отбор дейді ғой, естественный отборда бұл тек қана мықты ойыншылар. Біз көру барысында футболисты командасын аңдыған болатынбыз, яғни олардың зажимдары мықты. То есть алыстағы қарсыластарына, алыста тұрған адамдарға жақсы прям точно тигізеді. Да, прицел у них, да, насчет прицела у меня никаких там у них проблем, все у них отлично с АИМом, но надеемся, что другие команды тоже будут набирать обороты, иначе тут исход очевиден. Алдымызда статистика.
те, що вони ждуть, вони... Упс, бала. Көтеріп жатыр мына жақта және ертерек келсе. Ой, жақсы ақсақал жауып тастады. Алғабас командасы, ақсақал командасы жауып тастады. Өте жақсы өтіп жатыр. Да, честно скажу. Могу сказать одно. Оба, точнее, игроки обеих команд очень даже хорошо играют. У Нарби Мегаси есть все шансы забить гол. 4-4.
есть против всех. Всех, одна против всех. 5 Первое убийств. место, 5 убийств. Это... Что творят? Unicorns of Love командасы Диля өзі жалғыз 2 сквадқа қарсы. Аль Пачинки, ой, байқұстар Аль Пачинки. Мне кажется, они тогда уже начали думать, что они выиграли, но в этот момент появляется Диля. И, блин, она настолько красиво, настолько хорошо сыграла. И так повезло. Ее стрельба не подвела. Просто, ну, в шоке. Ну, сонымен қатар Аль Пачинки командасы. Мына жақтан Бигетрон командасынан 2 ойыншы қалған болатын. Диляға былай қаратса, повезло, если былай қаратса. Бигетрон командасы бір-бірін отвлекать етті. Диляға көмек болды. Диля ар жақта Бигетрон командасын. Везение везением, но все равно она показала высокий уровень игры. Ага. И нет слов вообще нет. Білесіз бе, және ойын басында айтып отырғанбыз, один в поле воин, жалғыз ойнай алмайды деп отырған. Тура біздің айтқанымызға қарсы шыққан опытымен көрсетті ғой Диля. Ешкім ойламады сөйтіп жеңеді деп, но Диля молодецсің, мықты ойыншысың. И посередине, насколько если вы помните, то посередине игры она осталась одна из своей тимы. И, блин, остаться в одной, такую дистанцию пройти и занять топ-1, это много стоит. Әркімнің қолынан келе бермейді деп ойлаймыз. Негізінде карта негізінде ол кезде зона үлкен болды бір шетінен. Қаншама қарсыластар жүрді. Соның арасынан өзі жалғыз барып, кішкентай зонаға дейін қалып, 2 сквадқа қарсы тұрып топ-1 алу деген, оның өзі бір ерлік деп саналады. Да. Ал статистиканы көрейік осы жолы. Момент, точнее на сегодняшний день это будет. На сегодня это будет у нас последние карты, остальные завтра. И можем отметить, что можем отметить, что многие команды сейчас играют не полным составом, потому что многие не успели скачать карту, некоторых включался телефон. Вот, начинаем у нас 89 человек. И телефон 26. Ну что ж, сейчас увидим, что на как будет. Мироман, как это солдатында? Бастап. Пустыня, свет Скорее всего, забирать машину. Скорее всего, последний шаг его сейчас задавят. Жалость қалды. Хотят. Ну что ты делаешь? Сейчас заберет машину. Ай, жақсы. Упс, добивать тастады. Дәл осы сәтте ақсақал командасы, екі команда үш. Жүріп өтіп задание.
көріп отырғандай, Но у аксакалов они не полные, всего лишь двое. Диана байқап қойған сияқты машинамен келгенін. Аңду үстінде Пиглет Кугумс командасы Ақсақал командасына қарсы. Ақсақал командасы 2 адам жүр. Тезірек көмекке шақырмаса болмайды, потому что Пиглет Кугумс өткен ойында бір жақсы бір ойын көрсеткен болады. Как мы видим, они бегут в открытую, и, скорее всего, у них нет информации о том, что в здании находятся игроки команды Пекин Кукурус. Білет. Аха, білет. Күшті екен, білет және. Аксакал купал. Да, назару байқалған. Өзі жалғыз. Диана. Упс, бала из команды Аксакал. На этом Утеркинг. Знание. Лютер Эратин өзі жалғыз қалды. Лютер Кингпен қарсы шығады. Ақсақал командасының қалған ойыншылар қайда? Монстр халық мына жақта елдер мутация етіп жүрген сияқты балапан. Лютер Кингке балапан мен монстр халық көмекке келмесе болмайды. Мына жақта өйткені Эратин мен Лютер Кингке бір үйде жүр. Қазір Пиглет Кугумс командасының 2 ойыншысы көмекке келсе, И сейчас самые Лобан, кстати, мало ХП. Макнешті жақсы Сейчас. Да, все, они... оларыңызда Ақсақал командасы мен Пиглет Кугумс командасы шайқас алдында тұр. Балапан үстіге 4 этажға шығып, Лютер Кингке келіп, кератин ойыншысының Аңду үстінде. Аха, дәл өзі балапан кератин. Гранаталар тұрды. Бірақ азур ойын берген сияқты. Лютер Кинг пен балапан әлі шешіп қалды. Атсат, кератин өзі жалғыз. Пиглет Кугумс командасының қалған ойыншылары жүзді көрінген сияқты. Көмекке келсе жақсы болады. На первую отрывает, там двигаются. О, Молотов. Все, скорее Балапан. Все. И сейчас... Все, бітті балапан кәліктелмен құлады. Лютер Кинг добивать етсе. На этом Лютер Кинг история әлі тірі. Лютер Кинг тірі. Эратин добивать ететін сияқты. Түспейді. Ау, сковородка түспейді. Монстр қалқасын не? Добивать етеді. У них тут практически вся команда собралась. Не практически, а все игроки. 4-3. Склад против склада. Один. Один. Да, уже было. Вот видно свои. Да, они сейчас 21 команда, живы 64 игрока. Выполненная работа очень на высоком уровне команды Golden Dragon, и интересно заметить и много игроков команды Piglet Kukums. О, это кайф. Это всё. Давай. Хорошо. Страйдер. Только один. Нет, он один остался, все его тиммейты. Он дал уже 3 килла. Да. Дегенмен де страйк
счет командасының Сайзо деген ойыншысы қазір Мейстер деген Crazy Squad командасына матчтың жадыма жүктелген сияқты және айтып ал қайда біздің қазақ Мейстер Был топ-1 игроком по версии 2015 году, если не помню. Несколько раз был чемпионом мейджоров. И как? Блин, он очень даже хорошо играет. И опираясь на это, скорее всего, он придумал свою ой зонаны көріп отырсыз зона дәл ал дәл осы уақытта бұл зонадан әбден алыс жүрген ойыншыларды көріп тұрсыздар ол Аргентина командасы екен көрдіңіздер казак Тим командасы. И тут два игрока Team Dream, которые себя никак не проявляют на этой игре, в этой карте, потому что в прошлых они тоже очень хорошо играли. дәл қазір қалған Бомбечот командасының ойыншысы қалған. Бомбечот командасына қарсы Golden Dragon командасының Strider командасы шыққан болатын, бірақ Strider өздігінен алып алып зона шыққан сияқты. Да, что выбор. О, ебать. Все. Дәл осы уақытта сіз командасын жауып тастады полностью. Wings командасы неткен шеберлік мынау. Бірінші, екінші ойында бірінші орын алған футболисты командасын Wings командасы жауып тастаған болады полностью. Мықты, молодцы. Забираем дом. Ары қарай кететін болсақ, Бигмет Кукумбеш командасы зонаға келген болады. Саги өз көлеңкесінен қорқып жүрген сияқты. Мына жақта бірде-бір уже ойыншы қалмады негізінде. Зонаны қарайтын болсақ, өзі жалғыз өз көлеңкесінен. А, Баха деген игрок бар екен ғой. Честермен. Ай, қоймайын.
Футбол өз жалғыз көмектесіп жатыр. Диля өлтіреді. Диля. Хорош Диля. Либрон командасын жауып тастады. Лопшот командасы. Судья, очень ошибочно. Legendary командасының өз жалғыз болып тұр. Дәл бағана қасында ешкім жоқ деп айтып қой. Ешкім жоқ деген соң қасында уже ойыншы қарсыластар пайда болды. Это игроки из команды Ликер. И это у нас игроки из команды Көкжалдар. Алдарыңызда Legendary командасының Пэй деген ойыншысы бағана жалғыз деп айтып едік. Қасында енді Көкжалдар командасының екі ойыншысы дәл қасында отыр. Егер былай қарасақ, зонаның ішінде позициялары жақсы. Дәл осы сәтте Паушоттар Уинс командасы қатысып жатыр. Тем, что они сражаются с Алдарыңызда Уинс командасы көрді. Лоушот командасы Казах Мейстер Магдешкин келетін күндес командасының ойыншысы Казах Мейстер Legend Pay және жалғыз епот Көкжалдар командасы біреуін құлатты. Да, жауып тастады. Альбачики командасында Эверест ұзалады. Абаха это игрок команды. Күндес командасынан Ераттин ғана қалды. Ераттин өзі жалғыз Аджон Ераттин екеуі бірге. Екеуі ғана. Кашскил 03. Вот это ник, конечно, интересный. Всем бы такие ники было бы намного веселее играть. Мына жақта өздеріңіз көріп отырған Көкжал командасы мен Болгария Блэкзон командасы Альпачики командасын жауып тастады мына жақта. Альпачики Казах Мейстер не Crazy Squad мына жақта жақсы шайқасып жатыр. Егер көретін болсақ Альбер Валенсио ойнайды Казах Мейстер. Казах Мейстер Блэкзонға қарсы Блэкзон командасымен атысу барысында көріп отырсыздар өздеріңіз. Бұл жерде Crazy Squad командасының үш ойыншы Казах Мейстер и Каррон. Блэкзонда бізде екі ойыншы қалды. Ол және Кеша. Всего лишь осталось 23 игрока и 11 разных команд. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай Crazy Squad командасы Самое интересное, что у нас полным составом играет только Карл Лоуч. Нет, Crazy И как мы видим, полным составом играет команда Crazy Squad. ар жағында Игорь командасы Диля
көтергенге уже Бесполезно. бесполезно. Дальше мына жақта біз зонаның дәл ортасында жақсы позиция дегенмен бұл шет жақ. Дәл бас жақ. Но Жалғыз ойыншы қазақ командасынан Өскемен деген ойыншы командаға болатын. Мына жерде Юлю гасят. Скорее всего. Все, Ройс жауып тастады, Ройс жауып тастады. Лопшот командасынан ойыншы жауып тастады. Ройс и Казахмейстер. Олар үші 6 фраг жасады. Жақсы. Скомандовали казах тим Өскемен и он уже Бұл да дәл алға. Crazy Squad. Зона қола келіп жатыр. Ой, менің ойымша қазақ тим. Ой, Crazy Squad ұтатын сияқты. Мыналар зона бітті. Мықты ойын болды, келсең. Мықты ойын болды. Игра была зрелищной, красивой. Увидели такие моменты, когда человек оставался один против двух сквадов и тащил. Просто нет слов. В последний момент, когда еще остались 3 тима, это Казах Тим, Wings и Crazy Squad. Crazy Squad, да. Crazy Squad осы жылы топ 1 орнын алған болатын. Ойламаған жерден ойламаған команда топ 1 алған деген қандай керемет шоу көрсетті ғой. Бір шетінен егер былай ойлап қараса, Crazy Squad'тың позициясы жақсы болды. Прям таудың басында тұрды. Wings командасына зона қарсы ойнаған болды. И Өскемен 6-6-7 ойыншысы Казах Тим командасынан. Оның позициясы да Нашар болды. нашар, үлкен кішкентай тастың артында отырды и зона арт жағын қысқан болды. Да. Дәл осылай Crazy Squad командасы жеңген болатын. Оның ішінде 6 килл жасаған Казахмейстер, Қазбек деген ойыншы болатын. Ол мықты ойын көрсетті осы жылы. Бірінші, екінші, үшінші каткада біраз өзін көрсете алмады осы Да, жылы. у него игра не пошла. И в этом матче я хотел бы отметить Ахсакал Тим. Ақсақал тим мықты. Олар түсесіп сразу Один склад полностью заводили, один склад. Нурс вообще голыми руками забил одного чувака. Ол менің білімше Eagles командасы. Eagles вроде. Бастайсам, Eagles командасына просто не повезло, если былай қараса. Олар түсе салды. И Айжаларға уже- түсті. Да, Не, и уже- оружие жоқ қолдарында. Их просто... Ақсақал прям үстіне түсе салды. Но потом Ақсақалда тоже кішкене не повезло. Оны Их тоже задавили. Пиклет көмірс командасы үстінен бас тастаған болатын. Дегенмен де жақсы ойын болды. Статистиканы көреміз. Ал құрметті достар, бүгін біздің турниріміздің бірінші кезеңінің соңына келіп жеткен болатын. Бәр ойыншыларға үлкен алғысымызды білдіреміз, жақсы ойын көрсеттіңіздер. Бүгін бізбен арнамызға кіріп, бізбен бірге турнирді тамашалағандарыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Сонымен бүгін турниріміздің бірінші күні өз мәресіне жетті. Хотелось бы отметить, что все игроки хороши, все хорошо играли. Многим, например, некоторым просто не повезло, но ничего страшного. Киберспорт — это тоже спорт, так что невезение такое бывает. И удачи им завтра на втором этапе. Ертең сіздерді асыға күтеміз өзіміздің YouTube каналда осындай тікелей эфирге шығатын боламыз.
Сіздерді асыға күтеміз, жіберіп алмаңыздар. Бүкіл командаға сәттілік тілеймін, бір күндеріңіз бар, дайындалыңыздар. Ертең лоббиде кездесеміз. До свидания. Сау болыңыздар.